Сашында yazaydım. Мен орта мектепті тамамлағаш, медицина институтына кіріп, врач, табип боласым келеді жазайдым. Һәм өзімнің жылдық тілегімді енді әтиенеге де жеткірдім. Менің әтием 2 соғыс кешірген кіші еді. Финляндияда да, мен соғысында да болған ол. Һәм Бүйік Ватан соғысында, Ленинград блокадасында яшаған, соғысқан менің әтием. Һәм 2 соғыста да тирән ауыр яралар алған болған. Бүйік Ватан соғышы бұрынтынан Ленинград блокадасына бұл аяқсыз болып қайтқан еді. Протез білен. Һәм менің шушы врач болып тұрында қиялымды ұлтыңнағаш, ұлым, мен бек көп операциялар кешірдім. Бек көп пышақ басыларына ятарға тұрды, ауыр операциялар жалар. Бек көп қан һәм көз яшьләре көрдім. Сен де өміріңді шу қан һәм көз яшьләре арасында өткәрергә җыенмады. Сен да инде андый врач һөнәрен сайласаң, кешеләргә операция ясарга туры килер. Уңайлары булыр операцияның, инде уңышсыз чыкканнары булыр. Шуңа күрә син бүтән профессияны сайласаң әйбәт булыр иде дигән киңәш биргән иде. Мин шуңа күрә табиб булып түгел, булдан бүтән эш килмәгәч укытучы һөнәрен